Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгінгі видеомыздың тақырыбы өте өзекті тақырып. SEO, яғни карточканың SEO оптимизациясын, SEO настройкасын қалай жасаймыз? Новый карточка заполнять еткенде қай жерге қандай данныйлар жазған дұрыс, наименованияға не жазамыз, описанияға не толтырған дұрыс, повод, назначение, комплектация деген бөлімдерге не жазуға болады, соның барлығын айтып өтетін боламын. Соңына дейін көріңіздер. Карточканы қалай грамотно толтыру керек, SEO оптимизациядан қалай дұрыс жасау керек, соның барлығын көретін боласыздар, білетін боласыздар. Өте күшті ақпараттар беріледі. Ол үшін кәдімгідей өзіміздің Firebase-імізге кіріп, бір карточканы сіздерге сызат етіп көрсетейін. Карточка товарға кіріп, добавить один товар, продолжить без фотографий. Дальше бізде продолжить без фотографиядан кейін ең біріншіні таңдаймыз. Қазір мен сіздерге крем для лицаны көрсете салайын. Просто кез келген бір товар, косметикадан крем для лица. Так, кремы деп жазайық. Так, крем. Мына жерде шығады крем десерты, крем йод, кремы дегенге кіре салайық. Кремы для животных, для обуви дейді. Так, бізге керегі кремы. Кремыйдың ішіне міне кірді категорияға. Ары қарай бізде высота упаковки өздеріңіздің нелеріңіз бойынша жаза бересіздер. Например, біздің жағдайда алайық оны. Жаңағыдай, так, высотасы 12 болсын. Так, высотасы 12 емес, высота так 7, длинаны, например, 9 сантиметр, ширинасы бізде 5 сантиметр болсын. Ну, пример ретінде алып отырмын. Енді наименование не жазған дұрыс. Ол үшін ең алдымен біз аламыз да MSAS-қа кіретін боламыз. MSAS-дан сол товарды іздейміз. Ең бірінші Firebase, поиск на площадке. Яғни жаңағыдай площадка маркетплейстен біз ол товарды іздеп аламыз. Сол нишаны. Жазамыз мына жерге крем для лица деп. Так, бізде міне тұр екен, крем для лица жазып, искать дегенді басамыз. Басқан кезде бізде полностью осы кремдерді для лица арналған топовый нелердің барлығын шығарып береді товарларды. Біз осы жерде аламыз да ең топта тұрған бір 50-100 шақты карточканы алып, солардың SEO оптимизациясы мен солардың қолданған ключевой сөздермен жұмыс жасаймыз. Ол үшін аламыз да міне SKU-лар тұрады, соларды біраз көп товардың аламыз. Например, қазір так, біз мына жерде алайық 83 болды бізде. Так, міне 99, 100 товарды алдық, копировать етіп алдық SKU-ларын. SKU-ды копировать етіп алғаннан кейін біз оны мысал ретінде мына жақтан новый не ашып көрсетейін. SEO-ның ішінде расширение запросов дегенге әкеліп қоятын боламыз. Яғни осы нелердің барлығымен жұмыс жасаймыз. Біз жаңағы 100 карточканы таңдап алдық, 100 артикулды сол 100 артикулмен. Так, расширение запросовқа келеміз. Келгеннен кейін мына по товарның позициямға жаңағы біз көшіріп алған SKU, яғни кодтардың барлығын, артикулдардың барлығын қоямыз. Сол кезде бізде осы 100 товар бойынша ең яғни көп қолданылатын ключевой сөздердің бәрін частотасы бойынша үлкеннен частотасы высокойынан бастап низкий частотаға дейінгі сөздерді рет-ретімен қойып беретін болады. Яғни жаңағы 100 карточканың ішінде қолданылған біз полностью ключевой сөздерді өзінде ала аламыз. Сол ключевой сөздерді пайдаланып біз наименование, описание қайсысын жазамыз, комплектация деген секілді бөлімдердің барлығын қолданып білетін боламыз. И бізде міне қараймыз, ключевой сөздердің барлығы міне түсті SKU-лар. Енді осы SKU-дің барлығын біріктіріп, осының ішіндегі бізге ключевой сөздерді шығарып береді. Қарасақ міне тұр бізде запрос из слова деген. Бізге керек осы запрос именно адамдардың жаңағыдай поиска еткенде деп жазғандығы, сол бойынша көретін боламыз. И қарасақ міне косметика деп көп іздейді деген. Косметика деп іздесе міне частотасы ВБ-дағы 1 247 526. Өте күшті неге ие болып тұр. Бірақ результат 96 товар, яғни карточка шығады екен 1 миллион 247 запрос үшін. Яғни бұл өте бір-біріне сәйкес келмейді, сондықтан адамдардың көбісі насос индексация болмаған. Крем для рук, одан кейінгі не бойынша бізде частота бойынша, одан кейін крем для лица, крем для подарок подруге деген сияқты кете береді. Яғни біздікі, например, крем для лица ма уже жазуымыз керек. Біз мысалы косметика, крем для лица деп жазып қойсақ болады. И бізде, например, товарымыздың аты боламыз, товардың аты, например, Nivea деп, например, етін атсақ, крем для лица, косметика крем для лица, Nivea деген сияқты қойсақ болады. Міне сіздерге жазып көрсетем. Например, қазір жазамыз. Так. Мына жаққа жазамыз. Крем для лица. Крем для лица. Например, Nivea. Косметика деген сөз қалып кетті бізде. Косметика дегенді қосайық мына жаққа.
Косметика, крем для лица. Жаңағыдай атын жазып қоямыз. Енді өздеріңіз жаза бересіздер, мына жерге Nivea болса Nivea, там басқа болса басқа деген сияқты. Бренд обязательно жазасыздар, тоже, например, қазір аласыздар, біз Nivea деп. Например, ретінде көрсетіп отырмын, ол там әркім өзінің брендін жаза береді. Например, сізде басқа бренд болуы мүмкін, Nivea. Действияға тоже там мына жақтан көрсетіп болады, не істеуге болатындығын. Расширение запросов кіреміз. Так, бұл жақта тоже бір-екі ключевой сөздерді тоже тығып жіберсек болады. Там для красоты, действие, уход за лицом, увлажняющий крем деген сияқты сөздерді тығып жіберсек болады міне. И осы сөздерді жазамыз жаңағыдай. Так, английский отырып қапты бізде. Уход за лицом. Мына біреу кетті бізде, одан кейін жазамыз жаңа увлажняющий крем деген сияқты. Так, көріп аласыздар, қандай еді бізде крем для лица увлажняющий, яғни осы сөз жазамыз. Крем для лица. Увлажняющий деп жазамыз. Увлажняющий. Увлажняющий. Увлажняющий деген кетті бізде. Тағы бір тексеріп аламыз. Увлажняющий крем тағы қандай қосуға болатынын көріп алсақ болады. Так, от прыщей дегенді тоже қосып жіберсек болады. Яғни действияға прыщтардан қорғайды деген сияқты. Мына жаққа тоже жазып жібереміз соны. От прыщей. Так, от прыщей кетті. Міне үшеу қостық. Назначение косметического средства. Енді мен сіздерге қай жерге нені жазғанын тоқталып кетейін. Бізде мына жақта міне комплектация, өзінің комплектациясын жазамыз. Одан кейін повод пен бізде назначение подарка деген бар. Назначение подарка бізде ол категорияға кіруге көмектеседі. Яғни біз қандай категорияда оның тұрғандығын көру үшін жаңағыдай көріп аламыз. Міне осы неге товарды іздедік. Іздегеннен кейін міне категории деген тұр. Яғни қай категориялар бойынша сатылатындығын бұның тауып алуымыз керек. Сол категориялар біз назначение деген жазсақ өте шығарады. Мұны бізде шығарып берді. И мына жақта қараймыз. Бірінші крем деген категориямен мықты сатылады екен. Одан кейін міне үстіне түсіп қараймыз. Міне профессиональная косметика для салонов красоты и домашнего ухода. Яғни біз назначение подаркаға соны жазамыз. Профессиональная косметика для салонов красоты и домашнего ухода дегенді. Міне ең маңызды бөліктер толтырылуын көрсетейін. Назначение подарка. Так, қандай еді бізде ұмытып қалдым ғой. Так. Міне тұр профессиональная косметика для салонов красоты и профессиональная косметика для салонов красоты. Так, красоты. Міне бірінші категория кетті бізде для салонов красоты деген. Екінші тағы қандай категорияда бізде мықты продажа болып жатыр, сол категорияға тығатын боламыз. Так, үшіншісі бізде міне так, категорияның аты женщинам, подарки женщинам. Яғни біз жазуымыз керек подарки женщинам деген категорияға бұны тығамыз. Так, жазамыз подарки женщинам. Подарки женщинам кетті міне. Одан кейін тағы үшіншісін қосамыз. Үшінші категория
Так, красота, так, мына жерде көреміз. Уход за кожей деп тұр, уход за лицом. Яғни сол категория тығамыз. Уход за лицом дегенді тығатын боламыз біз. Уход за лицом деген категорияға кіргіземіз бұны. Уход за лицом. Кетті, уход за лицом осылай. Ең комплектацияда бізде не бар? По факту жазасыздар, оны, например, бізде тек крем для лица бір штук болса, соны жазасыздар. Крем для лица бір штук деген сияқты. Крем для лица. Бұны әрқайсыларыңыз по факту сіздерде не бар, сол бойынша жазатын боласыздар. Бір штук. Егер қандай да бір подарка жанына сондай қосаңыздар, тоже бірге жазуға болады. Бір штук, так жаздық. Одан кейін екінші бізде керек ол повод. Повод тоже бізде индексацияға жақсы түседі, сондықтан поводқа тоже біз жақсы ключевой сөздерді қосуымыз керек. Яғни неге байланысты, қандай поводтарға деген секілді. Мысалы, там жазсақ болады, подарок сестре, повод не үшін екендігін. Одан кейін подарок женщине, подарок на Новый год, крем, так, от черных точек деген сияқты сондай сөздерді қосамыз. Например, қазір біз жазайық, подарок женщине, подарок сестре деген сияқты екі. Сондай поводтар беруге болады. Так, жазамыз біз, так. Подарок, так, мынау тілді қандай кетіп қалды. Подарок. Подарок сестре, например. Подарок сестре бір повод кетті, одан кейін подарок женщине. Подарок женщине. Кетті, например. Тағы бір повод іздейік, бұл жерде примерно сәйкес келеді деген. Так, мына жақтардан көрейік. Уход за лицом, корейский косметика для лица, увлажняющий крем, подарок девушке деген тоже высокочастотный сөз бар екен. 168 мың бізде несі бар, частотасы бар, сол сөз жазамыз. Подарок девушке. Болса для красоты дегенді жазайық қазір. Для красоты. Адамдар кремдерді солай көп іздейді екен. Для красоты кетті міне. Бізде важный моменттердің көбісі жазылды. Производство, например, өздеріңіз жаза бересіздер. Например, біздің жағдайда там Корея деп аласақ. Пример ретінде көрсетіп отырмын сіздерге. Әркім өзінің производствосын по факту жазу керек болады. Корея. Республика Корея, например. Ары қарай сіздер аласыздар да, міне мына жердегі жазасыздар, комплектацияны жазыңыздар. Коллекция бізде, например, барлық жерде жазатын болса, так, коллекциямыз сезон, например, бізде сезон барлық кезде круглогодичный деген жазасыздар. Срок годностиді көрсетесіздер обязательно. Тип кожи тоже жазасыздар. Транспортировка ол бізде 2 жыл берсек, неопасный груз таңдаймыз. Одан кейін мына жақта вес товарларды обязательно көрсетесіз. Упаковкасы қандай, назначение косметическое средство деген тоже жаңағындай для лица болса, мына жерден для лицаны таңдайсыздар обязательно. Так, для всех типов кожи тоже таңдасаңыздар болады, если дененің барлығына арналса. Для лица дегенді тоже обязательно аламыз. Так, для девочек, для л. Так, жирной кожи, если жирностьқа байланысты болатын болса, соны аласыздар. Бірінші для лица деген самый высокочастотный сөздің өзі, соны аласыздар для лица. Арғай тоже біреуін қосасыздар. Одан кейін упаковка өзі неге байланысты, тубиктан ма сіздерде банка, там стеклянный неде ма, соған байланысты жазасыздар. Вес товар обязательно. Возрастные ограничения тоже көрсетесіздер. Одан кейін қалған бөліктері, например, коллекция бізде қалып кетті, потом не деген сияқты, там тип кожи қалып кетті, фактор зачетки деген сияқтылар қалып кетті. Ол жерлерге алып сіздер мына жердегі ключевой сөздерді әкеліп жаза бересіздер. Например, сіздерде болуы мүмкін, ол корейский болса, корейский косметика для красоты, подарок девушке, увлажняющий крем для лица, крем уход за лицом, увлажняющий корейский косметика для лица,
Мынау сөздер мысалы керек емес сізге. Beachy, Lamel бұлар сізге мүлдем қажет емес. Мысалы Icon, Skin, L'Oreal деген сияқты бұлар сіздерде мүлдем керісінше там әсер етуі мүмкін. Сізде ондай бренд емес, басқа нәрсе болса сіздерге керісінше әсер етуі мүмкін. Сондықтан оларды қоспайсыз. Сондықтан мынау қалған данныйлардың барлығына жаңағы ключевой сөздерді жазып толтырып шығасыздар. Одан кейін маңызды бөлік бізде описание. Описанияға не жазамыз? Сіздер аласыздар да описанияға жаңа расширение запросовтағы топовый сөздердің барлығын алып сіздер сөйлем құрастырасыздар. Яғни жазасыздар басында уходовая косметика, там болмаса крем для лица хорошо увлажняет этот лица, там осылай деген сияқты кемінде сіздер мынау 5000 бізге қазір символ берді. Неге бұрын 1000 символ беретін, қазір 5000 символ берді, себебі қазір акценті wildberries көбірек описанияға қойып жатыр, сондықтан бізге 5000 символ берді. Және де наименование бізде 40-қа дейін қысқартты, оған көп сөз адамдар сидрамандықтан 70-ке қазір ұзартты, сондықтан наименованияға тоже көбірек акцент қоямыз. Және де повод пен назначение жаңағы сөздерді обязательно жазасыздар. Осылай описанияға сіздер сөздеріңіздің барлығын толтырғаннан кейін, жаңағы сөздермен сөйлем құрастырып жазып шыққаннан кейін, ол бізде обязательно индексацияға түсетін болады. Яғни категория бойынша бізде назначениеға келтірдік, поводқа келтірдік, ал енді не бойынша қалған ключевой сөздеріміз бізде наименованияда ойнайтын болады. Наименование ешқандай жағдайда үтір немесе слэш қоймаңыздар, ол өте қате, себебі слэш үтірден кейінгі сөздер бізде индексацияға түспей қалуы мүмкін. Яғни индексация ол бізде оқылмай қалады немесе мүлдем жұмыс істемей қалады. Сондықтан осылай барынша грамотно толтыруға тырысыңыздар. Осымен карточканы қалай SEO оптимизациясын, индексация істеу, SEO оптимизация бойынша толтыру қалай грамотно істеу сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер видео ұнаған болса, астыға өздеріңіздің комментарий мен лайктарыңызды қалдырыңыздар. Және де комментарийға алдағы уақытта қандай қызықты тақырыпта видео салғаныңызды қаласаңыздар, соны жаза өтіңіздер. Келесі сіздермен кездескенше.